Сәлем балақай. Сабағымызды бастамас бұрын мен саған бірінші сұрақ қойғым келіп отыр. Кәне, егер жыланды көріп қалсаң, ол ашуланып кетсе, ол қандай дыбыс шығарады? Дұрыс айтасың. Деген дыбыс шығарады, ашуланады екен. Сонымен балақай, бүгінгі сабағымыз дыбысына арналады. Дыбысын дұрыс айтуды үйренеміз, және оны сөздерде, буында, кездесумен танысамыз. Артикуляциялық жаттығуларды міндетті түрде жасайтын боламыз. Балақай, дыбысын айту үшін біздің тіліміз астыңғы тістерге барып тіреледі. Өзің көріп отырғандай, тісімізді астыңғы тіске тіреп, итеріп тұрып, аузымызды ақырындап келіп жауып, тістерімізді қабыстырамыз. Тістеріміздің арасы өте жақын болу керек. Және де дыбысын айтқан кезде тіліміздің екі жақ шеті үстіңгі азу тістерге тиеді де, ортасы кішкене ойықша пайда болып, сол жерден суық ауа шығады екен. Кәне, жасап қойайық. Егер қолыңды деп айтып көріп байқасаң, суық ауа шығатыны белгілі екен. Балақай, үй жағдайында дыбысын айтуға үйрену үшін мынандай тәсілді пайдалануға болады. Әр үйде өзің білетіндей мынадай таяқша бар, мақтасы бар. Сол таяқшаның бір басын немесе екі жағында мақтадан тазалап, жақсылап, мына тістің ортасына қысып, тіліңді астыңғы тістерге тіреп тұрып, дыбысын айтуға болады екен. Сонымен балақай, біз сенімен с дыбысына арналған артикуляциялық жаттығуларын жасап бастайық. С дыбысына арналған артикуляциялық жаттығуларды ертегі түрінде айтып көрейік, жарай ма? Ерте, ертеде, ешкі жүні бөртеде, баяғы өткен заманда бір тіл өмір сүріпті. Тіл қай жерде тұрады екен? Дұрыс айтасың, ауызда. Кәне, бастайық. Тіл ерте тұрып, сыртқа шығады. Содан кейін жан-жағына қарайды. Содан кейін бар қашаға келіп тұрса, қашаның қасында бір мысық жүр екен. Мысық өзінен өзі ашуланады, біресе қайтадан қояды екен ашуын. Жарайсың балақай. Содан кейін мысық қарап тұрса, бір піл бақа келе жатыр екен. Сөйтіп тіл бақамен, пілмен, мысықпен достасып алып,
доп ойнауға кіріседі. Сөйтіп Дүл өз достарымен әбден ойнап, шаршап, үйіне кіріп ұйықтап қалады. Ал енді мен саған жұмбақ жасырайын. Бұл жұмбақтың шешімінде біздің бүгінгі өткен дыбысымыз бар екен. Соны кәне тауып көрші. Сарада бар, шарада жоқ. Сәкенде бар, шоқанда жоқ. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасың, бұл с дыбысы. Түсте бар, кеште жоқ. Қыста бар, жазда жоқ. Қандай дыбыс? Дұрыс айтасың, с дыбысы. Кәне балақай, енді үйренген бойынша с дыбысын дұрыс айтып қайтала. Са, са, со, со, с, си, си, со, со, су, су, с, сө, сө. Жарайсың балақай. Сен де менімен бірге қайталады деген ойдамын. Енді с дыбысы кездесетін сөздерді айтып көрейік. Сәбіз, сабын, сиыр, сақина, сыйлық, су сиыр, сағат. Ал енді балақай, мен саған үйге жаңылтпаш беремін. Сол жаңылтпашты жақсылап тұрып жаттап, үйдегілеріңді жаңылдырып көрші. Кәне, мен бастаймын, сен қайтала. Сорпа ыстық, сорпа іштік. Сондықтан да қорқа іштік. Міне балақай, бүгінгі сабағымызда аяқталды. Бүгін сабағымызды жақсы түсінді деген ойдамын. Сабақ барысында өткеннің барлығын қайта қайталап, с дыбысын дұрыс және анық айтуға үйрен. Сау бол балақай, келесі сабақта кездескенше.